Allahu Teala ana jürşi edip jibergen. Halk көңілін жырларға, халық үшін фәріште етіп жіберген. Екінші түрлі айтсақ, ол сахнамыздың алихасы еді. Шын мәғынасында халық жыршысы. Андай жыршылар айтырға керек, шын Құдай Тағала тарафынан жіберген жыршылар олар аз. Хания шуларның бірсі еді. Мұннан бек көп еллар ілік ең бірінші Ханияны көрдім. Толай тұрақта тұрған вақытта ол бізге Кәрім Төнчурин есіміндегі театр артистары белән бірге келді қонаққа. Шул вақытта сөйләшеп отырған вақытта еді. Бірәрігіз деді, жігіттер қыздар, храмға барма дейді. Гармон. Храмға кетірділер, бірінші мәрте танышқан вақытта. Храмға гармонын алып, ойнап жіберіп, мәк шәшәгін жырлады. Бірінші танышуымыз шулай болды. Әнә шул күннән башлап, ол храмға ойнап жырлаймын, баянда ойнап жырлаймын, шулай айтып біздің танышу болды. Шул күннән башлап біз һәр дайым оралашып яшадық. Шын мәгънәсендә халкыбызның жырчысы кызганыч безнең арадан китү. Ол бик зур югалту, милләтебез өчен югалту. Җир йөзендәге бөтен мөселман халкы өчен югалту булды бу. Йөрәкләрнең урыннан кузгатып китте, әрнетеп китте. Әле ул җырларга да тиеш иде, җырларга да тиеш иде. Ходай Тәгалә тарафыннан гомере кыскарылган. Бик әрнетте, җаны китү.